қазақ тарландарының арқасында осындай бейбіт және тәуелсіз елде өмір сүріп жатырмыз. 9 мамыр жеңіс күні құтты болсын. Талғат Бигелдинов жастайынан ұшқыш болуды армандаған. 1943 және 1945 жылдар аралығында Ұлы Отан соғысына қатысқан. Ұлы Отан соғысына қатысқан үшін 1944 жылы Кеңес одағының батыр атағын алған. Соғыс аяқталғаннан кейін Кеңес одағының батыр атағын екінші рет алған екен. Жеңіс туы желбіреген кездерде, қуаныштың жас үйірілген көздерге, отан үшін отқа түскен аянбай, батырлықтың рухы мұра біздерге. Қазақстанда мамырдың 9-ы, себебі капитуляция актіне байланысты 8 мамыр күні сағат 10-дан 43 кеткенде қолтаңба қойылған болды. Ал Мәскеу уақыты бойынша 12-ден 43 кеткенде, сәйкесінше 9 мамыр күні жеңіс күні аталып өтеді. 1941-45 жылдар аралығындағы Ұлы Отан соғысына 3,5 миллион адам, соның 1,5 миллионы қазақстандықтар қатысты. Бұл республика халқының 18 пен 50 жас аралығындағы ересектердің 70%-ын құрады. Соғысқа Қазақстаннан 23 бірлестік, 50 шақты полк және батальондар шайқасты. Оқтың сынары, жігерменен құштар оқтың құралы, крескердің арманы мен ұраны, қуаныш пен мерекенің бұлағы. Жеңіс күні жалауымыз желбіреп, көктем күні нұрын төксе елжіреп. Тап осындай бейбіт күнге жеткізген әкелер мен ағалар ғой ер жүрек.